Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге электронды парақтың дайындалу жолын көрсететін боламын. Егер де сіздер де дайындалғыларыңыз келсе, онда осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін алдымен Синклинк деп Google-ге жазамыз. Сол сайтқа тіркелеміз. Содан кейін создать деп өзіміздің жұмыс парағымызды бастаймыз. Соның ішінде изображениені басып, загрузить деп өзіміздің галереядан жүктейміз. Мен өздеріңіз алдын ала дайындап қойсаңыздар болады, қандай фото жүктейтіндеріңізді. Мысалға, мен Абай Құнанбаев туралы айтатын боламын. Және продолжить батырмасын басу арқылы ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Продолжить батырмасынан кейін сурет шығады, соның үстінен басасыз. Сурет шыққаннан кейін жоғарғы жақтағы қаламсаптың үстінен басасыз, редактировать дегенді. Осы жерде создать тек дегенді басасыз, ең бірінші тұрған терезеге кіресіз. Алдымен сіздер өздеріңіз мына жерде бірнеше белгілер берілген, соның ішінде өзіңізге керек белгіні таңдайсыз. Біздерде educationның ішінде тұрады негізгі белгілер, бірақ сіздер осы жерде санды, болмаса музыканың белгісін, Bluetooth, Wi-Fi белгісін таңдауыңызға болады, қоңырау белгісін немесе сурет, видео белгісін. Соны таңдағыңыз келген белгінің үстінен басасыз, және ол жерден сіздер түстерін таңдай аласыздар, қандай түсте болатынын. Мен қазір сіздерге соны көрсететін боламын. Бірінші тұрған батырмаға біз тақырыбын жазамыз, яғни айтылатын мәлімет, мысалға Абай Құнанбаевтың өмірбаяны деп бірінші тұрған жерге жазамыз. Содан кейін описание деген бар, және ең соңғысы, үшіншісі бізде ссылка қою, яғни ол жерге біз интернеттен Абай Құнанбаевтың өмірбаяны туралы мәліметті алып, сол жерге ссылкасын қалдырамыз. Мысалға, мен бірінші тұрғанды аламын, осы жердегіні жоғарысынан беріліп тұрған ссылканы мен копировать етіп, ставить етемін. Және бұл ставить еткеннен кейін астында бізде тағы бір жолақ шығады, ең астындағы, осы ссылканың астында тұрады. Сол жерде бізде көріп тұрсаңыздар, Википедия деп көкпен тұр, оны бізге сілтемені өтіңіз деп өзгертуге болады. Описаниеге шағын ғана осы ссылкада не туралы айтады, сол туралы жазуға болады. Осы жерде жоғары қарай стрелка тұр, ең астында, сол арқылы сіздер фото немесе видео жүктеп аласыздар. Бірақ бір ескертетін жағдай, фото жүктеген кезде сіздер алдын ала дайындап аласыздар, әйтпесе бұл деген қалай тұр, солай фото түсе береді. Енді осындай болып шығады бізде бірінші мәлімет, оны кез келген жерге қоя аласыз, яғни Абайдың өмірбаяны туралы мәлімет, Google сияқты болып тұр. Мен бас жағына орналастырдым. Келесі осылай біздер енді қара сөзін, Абайдың әндерін жаза береміз. Мысалы, мен видеомен қазір Абайдың әндері деп жазамын. Сосын осы жерден мен Google-дан Абайдың әндерін іздеп, соған ссылкасын қойып кетемін, сілтемесін яғни. Осы жерде жоғарғы жақта YouTube деген сілтемені көшіріп, копировать етіп аламын. Және соны мен мына жаққа ставить етемін, яғни осы сілтемеге өткен кезде Абайдың осы әнін ашатын болады. Осылай добавить ету арқылы бірнеше каналға сілтеме қоюға болады, әртүрлі стрелка арқылы қоясыз ба, енді оны өзіңіз таңдайсыз. Мына жерде көкпен YouTube деп көріп тұрған шығарсыздар, жазуды соған сілтемеге өтіңіз деп жазуға болады, немесе жазбауға да болады, оны өзіңіз білесіз. Менде екінші видеоның сілтемесі дайын болды. Енді мен бұны жаңағы өзімнің басындағы апарған жеріме қасына қоямын, өмірбаянның қасына. Сіздер оны әртүрлі қылып орналастыруларыңызға болады. Мен енді Абайдың өмірбаяны туралы айттым, оның қара сөзі туралы айтатын боламын, әні туралы да айтамын. Енді мен мына жерде қара сөзін қазір кітаптың суретін таңдаймын, educationның ішінен түсін таңдаймын, және интернеттен оның қара сөздерін қараймын. Бізде бірнеше қара сөз шығады.
Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бізде бірнеше қара сөзі тұр. Яғни почти барлық қара сөз тұр. Осының ішінде сіз тек қана бір қара сөзін болмаса екі қара сөзін оқуға тапсыруыңызға болады. Ол үшін сіздер описание деген жерге барып, жаңағы қандай қара сөзді жаттау керек немесе оқу керек, соны жазып кетесіз. Сіздер бұл электрондық парақты кез келген сабақтан дайындай аласыз, өзіңіздің пәніңізге байланысты. Биологиядан, химия, яғни барлығынан дайындауға болады. Биологиядан жүректің құрылысы, мына жерге жүректің суретінде қоюға болады. Енді ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Бұнда мен тек сіздерге үлгі ретінде көрсету үшін дайындап жатырмын. Сондықтан кішкене ғана ондай бір енді классыңызға қарай, пәніңізге қарай күрделі қылып дайындайсыз ғой. Мінекей менің парағым дайын болды. Бұнда 3 тапсырма бар. 3 тапсырманың әрқайсында өзіңіз құраған тапсырмалар тұр. Үстінен бассаңыз, сол сілтеме арқылы сіз тапсырмаға өтесіз. Яғни оқы десе, сіз сол тапсырманы оқу керек, оқушылар. Сол сияқты. Енді бұны біздер мінекей сілтемеге өтіңіз деп тұр, көргендеріңізде. Яғни міне өмірбаяны шықты. Яғни оқушылар осыны оқып, танысып, яғни түсінігін айту керек болса, мазмұнын айтады. Бұл онлайн оқу кезінде өте балаларға жақсы, онлайн тапсырма берген кезде. Мына жерде ақынның әндеріне сілтемені басыңыз деп тұр. Яғни оқушы осы сілтеме арқылы сол әнге кіреді. Неге енді осылай дайын болған сабақты сіз түрлі әлеуметтік желілерде бөлісе аласыздар. Ол үшін ссылкасын копировать етіп, сілтемесін мына жерде бірнеше әлеуметтік желі шығады. Фейсбукте, Твиттерде бөлісуге болады. Сонымен қатар WhatsAppқа да бөлісуге болады. Мына жерде Фейсбукты мінекей логин пароліңізді жазып кіріп бөлісуге болады. Қазір сіздерге WhatsAppта бөліскен түрін көрсетемін. Мінекей осылай WhatsAppта ашып аласыз. Сосын өзіңіз жіберетін группаға ставить етіп, сілтемесін жібересіздер. Яғни осы сілтемені оқушыларға жібергенде, оқушылар осы сілтеме арқылы кіреді. Егер менің каналым ұнаса, видеома лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар.